Қазақстанда өткен жылдың 22 қарашасынан бастап халықты жаппай ревакцинациялау процесі жүріп жатыр. Бүгінде Қарағанды облысында 96 669 адам қайта вакцинациялаудан өтті. Өңір азаматтары ревакцинацияны отандық Казвак және Спутник Лайт препараттарымен жасай алады. Ал 60 жастан асқан қарттар Pfizer компаниясының Comirnaty вакцинасын салдыра алады. Бустерлік вакцина алдыңғы вакциналардың көмегімен пайда болған иммунитетті одан әрі көтеруге бағытталған. Сонымен ревакцинацияға қалай дайындалу керек және кімге оны салдыруға болмайды? Ревакцинация иммунитеттің вируспен күресуіне көмектесу мақсатында жасалады. Уақыт өте келе ағзаның коронавирустық инфекциядан қорғану деңгейі төмендейді. Осыған байланысты вакцинаны қайта алу қажет болады. Ревакцинация алғашқы иммундадан өткен азаматтардың вирусты жұқтыру немесе қайта ауру қаупін төмендетеді. Ревакцинация жүргізу принципі бірінші вакцинаны алғандағыдай. Пациент терапевттен рұқсат алу керек. Айта кету керек, егер бұған дейін ковидпен ауырсаңыз немесе ағзадағы антиденелер саны қайта екпе жасауға кедергі келтірмейді. Қайта иммундауға қарсы көрсетілімдер, созылмалы аурулардың болуы немесе оның өршуі, алғашқыда енгізілген вакцинаға болған аллергиялық реакциялар жатады. Ревакцинацияны қандай жағдайда кейінге қалдыру керек? Созылмалы аурулардың өршуі, вакцинацияға дейін 2 апта бұрын және вакцинация кезінде ЖРВ белгілерінің болуы. Соңғы 14 күнде басқа екпелер жасалса. Сондықтан денсаулықтың жақсаруын күтіп, немесе басқа вакцинациядан кейін 1 ай өткеннен соң коронавирусқа қарсы ревакцинация алу керек. Ревакцинацияға қалай дайындаламыз? Ревакцинацияға дейін 3 күн алкоголь ішпеңіз. Вакцинация алдында өзіңізді физикалық немесе эмоционалды түрде жүктемеңіз. Екпеден кейін 3 күн физикалық белсенді істерден бас тарту керек. 37 градус және одан жоғары температурада екпе алуға болмайды. Вакцинацияға келмес бұрын жақсылап тамақтану керек. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Вакциналыңыз.